Таураттағы алғашқы жазба туралы естіген боларсың. Ол жаратылыстың басталуы деп аталады. Бұл атау көне еврей сөзінің аудармасы. Ол решит деп айтылады. Решит сөзінің мағынасы басталу. Жаратылыстың басталу жазбасында көптеген баяндамалар бар. Солардың кейбіреуін таңдап алып, оның мағынасын түсіндіруге тырысу оңай. Бірақ біздің ойымызша бұл жазбаны түсінудің ең жақсы жолы мынау. Жазбаны тұтас қарап шығып, оның қалай құрылғанын анықтау. Жазбаның негізгі екі бөлімі бар. 1-ден 11-ге дейінгі тарауларда жаратқан ие және бүкіл әлем туралы сипатталған. Екінші бөлімде жаратқан ие және Ыбырайымның әулеті туралы баяндалған. Сол бөлім 12-ден 50-ге дейінгі тарауларды қамтиды. Бұл екі бөлімнің бір-бірімен қалай байланысқанынан бүкіл жазбаның басты хабарын көруге болады. Жақсы, ендеше бастайық. Жазбаның басында Құдай иенің бүкіл әлемді жаратқаны жөнінде сипатталған. Мұның қалай болғаны жайлы түрлі көзқарастар бар. Әуел баста жаратқан ие қараңғы, сулы, ретсіз жерді адамдар өсіп өне алатын әдемі пеш бағына айналдырды. Бұл жақсы естіледі. Иә, бұл шынымен жақсы естіледі. Сол баяндамада Құдай ие өзі жаратқандардың бәріне қарап 7 рет жақсы деп бағалады. Пеш бағынан киелі кітаптағы алғашқы адамдарды, Адам мен Хауаны кездестіреміз. Екеуі де жеке тұлғалар, әрі адамзаттың алғашқы өкілдері. Адам, адамзат, ал Хауа өмір деген мағынаны білдіретін еврейше сөздер. Құдай оларды рухани жағынан өзінің бейнесіне ұқсас етіп жаратты. Демек, адамзаттың бойынан жаратқан иенің жасампаздығы, ізгілігі мен басқа да қасиеттері көрінеді. Яғни адамзат соларды оның жаратқан әлеміне танытуға тиіс. Адамдар өсіп өніп, мәдениеттер мен елді мекендерді, өнер, бақшалар және тағы сол сияқтыларды қалыптастырып жасаулары керек болды. Ал жаратқан ие адамдарға өздерінің осы дүниені қалай қалыптастырып дамытатындарына қатысты таңдау жасауға мүмкіндік берді. Жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың мәні осы. Жаратқан ие адамдарға мына ағаштың жемісін жемеңдер, әйтпесе өлесіңдер деді. Бұл нені білдіреді? Сол уақытқа дейін жаратқан ие жақсылықтың не екенін анықтап, оларды жақсы нәрселермен қамтамасыз етіп келді. Жаратқан ие жақсылық пен жамандықтың не екенін жете біледі. Ал енді бұл ағаш оларда мынадай таңдау мүмкіндігі барын білдірді. Адамдар жаратқан иенің жақсылық пен жамандық жайлы анықтамасына сене ме, әлде олар мүмкіндікті пайдаланып, жақсылық пен жамандықты өз бетімен анықтай ма? Адам мен Хауа сол ағаштың жемісін алып жеді. Бұл күнә ұғымының киелі кітаптағы негізгі түсіндірмесі. Яғни күнә адамның өз бетімен шешім қабылдауды қалауы. Күнә адамның жүрегіндегі өзімшілдік. Бұл саған және сенің әулетіңе зиян келтірсем де, бәрібір тек өзімді және өз әулетімнің пайдасын ғана ойлап, әрекет етемін дегенді білдіреді. Мәселе мынада, адамдар жаратушыға мойынсұнбаса, жақсылық пен жамандықты анықтауда үлкен қате жасайды. Сонымен адамзат осындай таңдау жасағаннан кейін, жайттардың бәрі шынымен жаман болды. Жазбаның 3-ден 11-ге дейінгі тарауларында адамзат серіппе бойымен құлдилап бара жатқан сияқты сипатталған. Адам мен Хауа бұдан бұлай бір-біріне сене алмады. 3-ші тарауда мына шағын әңгіме берілген. Олар жалаңаш болса да, өздерін жақсы сезінетін. Ал енді олар бір-бірінен ұялатын болды. Өйткені адамның жақсылық пен жамандық жайлы анықтамасы Хауаның анықтамасынан өзгеше болуы мүмкін еді. Сондықтан олар бір-бірінен жасырынды. Содан кейін азғырылу жөнінде тағы бір әңгіме бар. Қабыл інісі Әбілді қызғанып, жаман ойға берілді. Сөйтіп інісін өлтірді. Қабылдан кейін Ләмех есімді ер адам туралы әңгіме бар. Ләмех жөнінде мынаны ғана білеміз. Ол әйелдерін дүние мүлік сияқты көбейтті және өзінің Қабылдан да қатыгез кекшіл адам екендігі туралы өлең айтты. Ол мұнысын тіпті мақтан тұтты. Адамзаттың рухани жағдайының нашарлағаны сонша, жаратқан иенің оны құртуға шешім қабылдағанын көреміз. Иә, біз әдетте топан су туралы әңгіме жаратқан иенің қаһарына қатысты деп ойлаймыз. Бірақ ол шын мәнінде Құдайдың өзі жаратқан дүниенің рухани жағдайына байланысты қайғы қасіретмен басталды. Сөйтіп, ол өз жаратылысының игілігін сақтауға ниеттеніп, оны топан сумен жуып тазалады. Бірақ бір үміт оты болды. Жаратқан ие Нұхты және оның бүкіл отбасын таңдап алып, оларды кеме арқылы құтқарып қалды. Жануарлар туралы да ұмытпа. Иә, ол жануарларды да құтқарды. Осылайша Нұх және оның отбасы бүкіл жаңа адамзаттың ата-бабалары болды. Демек, Нұх керемет ер адам болған болуы керек. Алайда, ол туралы көпшілік біле бермейтін оғаш әңгіме де бар. Нұх кемеден түскеннен кейін жүзім егіп, шарап ішіп мас болды. Сонда Нұхтың ұлы оны өз шатырында мазақ қылды. Бұл қайғылы оқиға. Осылайша адамзат сол жерден қайтадан өсіп өне бастады. Бірақ жағдай бұрынғыдан нашар болып қала берді.
Соңғы баяндамада әйгілі Бабыл мұнарасы жайлы оқиға сипатталған. Сонда барлық адамдар кірпіш құйып, отқа күйдіріп, үй салу жайындағы жаңа тәсілді пайдалану мақсатымен бірікті. Олар өздерінің атын шығару үшін үлкен қала және төбесі аспандағы тәңірлердің мекеніне жететін зәулім мұнара салмақ болды. Бірақ жаратқан ие сол қаланың жамандықтың ордасы болатынын білгендіктен, адамдарға мейірім көрсетіп, оларды бытыратып жіберді. Бұл баяндамалардың бәрі негізгі бір ойды көрсетеді. Адамдар жаратушыдан тәуелсіз болуға ұмтылып, жақсылық пен жамандықты өз бетімен анықтаса, соның салдарынан әлем қайғы мен өлімге толады. Бұл жайт бізде адамзатта үміт бар ма деген сұрақ туғызады. Иә, шынында бар. Бұл сұраққа келесі баяндамада жауап берілген. Онда Құдайдың өзінің әлемін құтқарып, қалпына келтіретін ұлы ісінің бастамасы сипатталған.